Саламатсыздарбы балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар. Химиялық реакция жылдамдығын әртүрлі факторларға температура, концентрация, қысымға тәуелділігін анықтау. Енді оқу мақсатымыз және бағалау критерийлеріміз. Оқу мақсаты химиялық реакция жылдамдығына температура, концентрация, қысымның әсерін тәжірибелік зерттеу. Химиялық реакция жылдамдығына әртүрлі факторлар өзгерісінің әсерін түсіндіру. Енді бағалау критерийлерінің ішіндегі химиялық реакция жылдамдығына температура, концентрация, қысымның әсерін тәжірибелік зерттейсіңдер, және химиялық реакция жылдамдығына әртүрлі факторлар әсерінің түсіндіресіңдер. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымыз біздің реакция жылдамдығына әсер ететін қандай факторлар бар. Оның ішінде бізде 4 фактор бар екен. Біріншісі әрекеттесуші заттар табиғаты, реагенттер концентрациясы, температура және қысым. Енді әрекеттесуші заттар табиғаты дегеніміз не? Енді қараймыз, оттектің сутекпен әрекеттесуі тез өтеді, ал азот пен сутектің әрекеттесуі баяу өтеді. Себебі оттек молекуласына 494 килоджоуль моль қажет болады, ал азот молекуласының байланысын бұзу үшін 942 килоджоуль энергия қажет екен. Көрдіңдер ме балалар? Енді азот молекуласы реакцияға қиын түседі. Мұндай реакцияның жылдамдығы қандай болады екен? Төмендеу болады екен. Енді химиялық реакция барысында реагенттер бөлшектердің арасындағы байланыс үзіліп, реакция өнімдері бөлшектер арасында жаңа байланыс түзеді екен. Оны біз әрекеттесуші заттардың табиғатына жатқызады екенбіз. Енді келесі бізде реагенттер концентрациясының әсері. Концентрация қалай әсер етеді екен? Соқтығысу теориясы бойынша реакция жылдамдығы уақыт бірлігінде өтетін соқтығысу санына пропорционал болады екен. Мысалға, реагенттер концентрациясы реакция жылдамдығына әсер етеді. Себебі молекулалардың соқтығысу жиілігі кеңістіктің белгілі бір көлеміндегі реагенттердің жалпы молекула санына тәуелді болады екен. Соқтығысулар теориясы бойынша реагенттер концентрациясының артуы реакция жылдамдығының артуына алып келеді. Енді бұл жерде химиялық реакция жылдамдығына реагенттер концентрациясының әсері химиялық кинетиканың негізгі заңы әрекеттесуші массалар заңымен өрнектеледі екен. Бұл заңды тәжірибелік деректер негізінде норвегиялық ғалымдар Ульберг пен Ваге 1867 жылы тұжырымдаған екен. Сондай химиялық реакция жылдамдығы әрекеттесуші заттардың концентрациясын көбейтіндісіне пропорционал болады екен. Мына формула бойынша шығады екен. Бұл жерде қараймыз, жалпы теңдеу, мысалы А плюс В тең С плюс Б теңдеу шығады. Сол бойынша жүретін реакция мына теңдеумен бізде мына формуламен өрнектеледі екен. Бұл жердегі СА және СВ дегеніміз бұл А және В заттарының концентрациясы. Бұның өлшем бірлігі моль литрмен өлшенеді. Енді К дегеніміз не? Мына жерде К дегеніміз бұл жылдамдық константасы деп аталатын пропорционалдық коэффициент екен. Енді келесі реакция жылдамдығына температураның әсері. Температура реакциялардың жылдамдығына қалай әсер етеді? Мысалға, температураны көтерген кезде, немесе температураны түсірген кезде реакция жылдамдығы өседі ма? Сол туралы айтайық. Енді температураны көтерген кезде молекулалардың тиімді соқтығысуы да көбейеді. Себебі жылдам қозғалатын молекулалар бір-бірімен жиі соқтығысады екен, және олар жоғары температурада кинетикалық энергиясы, белсенділік энергиясынан асатын молекулалардың үлесі басым болады екен. Мысалға, температураны 10 градусқа көтеру көп жағдайда химиялық реакция жылдамдығын 2 есе арттырады екен. Мысалы, қандай жағдайларда температураны көтерген кезде реакция жылдамдығы тезірек жүреді? Сендерге алдыңғы сабақтарда айтылған болатын, мысалы, газ баллондары бар емес пе? Егер газ баллонды сендер ыстық жерге қойып қойсаңдар, немесе газ баллонның сыртына ыстық нәрсемен әсер еткен кезде, оның ішіндегі молекулалар өте қатты бір-бірімен соқтығысып, молекулалар көбейеді екен. Сол себептен оның ішінде қысым да көбейіп, ол баллон жарылуға барады екен. Түсінікті ғой? Сол себептен мысалы көп жерлерде бізде баллондар жарылып жатады, немесе атылып жатады. Соған байланысты оның ішіндегі біздегі жаңағы молекулалардың бір-бірімен соқтығысуы бұл температураның әсерінен де болып жатады екен. Енді келесі бізде температураның әсері мысалға мынандай формула бойынша да жүреді екен. Бұл Ван Гог ережесі деп аталады екен. Мысалы қараймыз, әр температураны әр 10 градусқа көтерген кезде реакция жылдамдығы 2-4 есе артады екен. Мынау В деген жылдамдық, реакцияның жылдамдығы.
Бұл жерде мысалы В1 және бұл Т1 бірінші температурадағы реакцияның жылдамдығы екен, мынау В1-іміз. Енді В2 дегеніміз мынау екінші температурадағы реакцияның жылдамдығы. Ал мынау гамма дегеніміз бұл реакцияның температуралық коэффициенті болып келеді. Енді реакцияның жүруіне қажетті бастапқы заттардың бөлшектерін белсендіру үшін жұмсалатын ең аз мөлшердегі энергия белсендіру энергиясы деп аталады екен. Бұл килоджоуль моль деп өлшенеді екен өлшем бірлігі. Енді белсендіру энергиясы жоғары болса, реакция баяу жүреді, ал белсендіру энергиясы төмен болса, берілген процесс жылдам жүреді екен. Келесі қысымның әсері қалай әсер етеді? Бұл қысым реакцияның жылдамдығына қалай әсер етеді екен? Егер температура тұрақты болғанда, белгілі мөлшердегі газдың өзіне түскен қысымға кері пропорционал болады. Яғни, егер газдың қысымы бұрынғыдан 2 есе артса, шамамен айтқандай, онда оның газдың көлемі кішірек, бұрынғы көлемі жартысындай болады екен. Енді бірлік көлемдегі молекула саны бұрынғыдан 2 есе көбейеді. Сондықтан қысым артса, бірлік көлемдегі реакция қатынасқан заттың концентрациясы артқандықтан химиялық реакция жылдамдығы артады. Керісінше қысым кемсе, газдың көлемі ұлғайып, концентрациясы төмендейтіндіктен химиялық реакция жылдамдығы да кемейді. Егер реакцияға қатынасқан қатты зат, сұйық немесе ерітінді болса, оларға қысымның әсері аз болады екен. Осы жерде түсіндік па? Егер газдан бөлек, мысалы, реакцияға, жаңағы біздің тәжірибемізге қатты зат, сұйықтық немесе ерітінді қатысатын болса, онда қысымның әсері аз болады екен. Егер онда реакция жылдамдығы өзгермейді деп қарауға болады екен. Енді балалар, мына жерде сендер маған бос толқылысының орнына мәтінді толықтырып беріңдер. Магнийдің түрлі концентрациядағы тұз қышқылмен әрекеттесу реакциясын көрсететін бейнежазба мәтінді толықтыр дейді. Тұз қышқылының концентрациясы сутектің бөліну жылдамдығы, орнына сөз қоямыз, қышқылдың жоғары концентрациясы реакция жылдамдығына алып келеді. Сол екі бос орынға қандай сөз тұрады? Ойланып, қазір жауап берейік. Енді бекіту тапсырмасының кім жауап береді? Тұз қышқылының концентрациясы сутектің бөліну жылдамдығына әсер етеді. Қышқылдың жоғары концентрациясы реакция жылдамдығының артуына алып келеді. Жарайды. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Қазір тексерейік? Иә. Мына тұз қышқылының концентрациясы сутектің бөліну жылдамдығына әсер етеді екен, және қышқылының жоғары концентрациясы реакция жылдамдығының артуына алып келеді екен. Енді онда балалар, біздің келесі тапсырмамыз бұл жерде мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, екінші және үш тапсырма бар. Үш тапсырманы орындаймыз. Енді бекіту тапсырмасының кім жауап береді? Тұз қышқылының концентрациясы сутектің бөліну жылдамдығына әсер етеді. Қышқылдың жоғары концентрациясы реакция жылдамдығының артуына алып келеді. Жарайды. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Қазір тексерейік? Иә. Мына тұз қышқылының концентрациясы сутектің бөліну жылдамдығына әсер етеді екен, және қышқылының жоғары концентрациясы реакция жылдамдығының артуына алып келеді екен. Енді онда балалар, біздің келесі тапсырмамыз бұл жерде мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, екінші және үш тапсырма бар. Үш тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырманың жауабына химиялық реакция жылдамдығына ыдыстың пішіні әсер етпейді. Бір жауабы дұрыс. Дұрыс. Енді екінші тапсырма бойынша кім жауап береді? Мен жоқ. Айта ғой. 2А плюс Б тең Б реакциясы үшін егер реакция бір бағытта жүретін болса, жылдамдық қалай өрнектеу болады? Бұл жақта Б жауабы. Дұрыс айтасың. Б жауабы дұрыс болады. Енді үшінші тапсырма. 2NO плюс O2 тең 2NO2 реакциясында азот эквивалент оксидінің концентрациясын 4 есе азайтқанда жылдамдық қанша есе кемейді? 16 есе. Дұрыс, 16 есе кемейді. Б жауабы дұрыс екен. Жарайсыңдар балалар.